Саудагер гастролерлердің массаж құрылғылары арқылы тұрғындарға несие рәсімдеу схемасы өңірде осыдан бірнеше жыл бұрын пайда болғанымен, алаяқтарға алданатындар саны азаймай келеді. Биыл жыл басынан өңіріміздің 18 тұрғыны сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне жүгінген. Олардың әрқайсысы 950 мыңнан 1 миллион 200 мың теңге аралығында жеке басы қаламайтын затты сатып алып, несие рәсімдеген. Әдетте олар тұрғындарды көшеде тоқтатып, лотереяға қатысуға ұсыныс тастайды. Кейін билет суырғызып, жеңімпаз атанғанын айтады. Сыйлық ретінде үтік, шаш кептіргіш сияқты шағын тұрмыстық техника табысталады. Кейін оларды ірі қалалардағы мейрамхана немесе қонақ үйлерге шақырып, келесі кезеңдегі ұтыс ойынына қатысуға үгіттейді. Әсем Нұрғали алғашқы ұтыстан туындаған қуаныш адамдарды кейінгі лотереяға қатысуға итермелейтінін айтады. Бұл ұтыс ойындары әдетте жалға алынған ғимараттарда өтеді. Біздің тілшілер 2021 жылы осындай алаяқтардың арбауына түскен облыс тұрғынымен байланысқа шықты. Жәбірленуші аты жөнін жарияламауды сұрады. Әйелдің айтуынша, ол кезде сәл өзгеше схема қолданған. Сауда өкілі тікелей өзі хабарласып, біздің кейіпкерімізді ұтыс ойынына қатысуға шақырған. Көрсетілген мекенжайға келген шағында кейіпкеріміз шамамен әйелдің пайымдауынша, олардың барлығы алдын ала дайындалған, яғни жалданған адамдар болған. Бізге ұйымдастырушылар фото, видеоға түсірмеңдер деп бірден ескерту жасады. Олар массаж құрылғысының бағасын 1 миллион теңгеде көрсеткен. Содан кейін бірден несие рәсімдей бастады. Процедураның соңында әр қатысушыға тегін видео тіркегіш береміз деп уәде еткен. Күйеуім сол сыйлыққа қызығып, алданып қалды. Бірақ олар берген видео тіркегіштің құны Каспиде бар болғаны 3000 теңге тұрады екен. Сөйтіп, күйеуімнің атына несие рәсімдеді. Нәтижесінде біз 4 жыл бойы сол 1 миллион теңгені ай сайын 23 мың теңгеден төлеп отырмыз. Департаменттің мәліметінше, былтыр массаждық жатқыштарға қатысты шағымдардың саны биылғыдан кем болмаған. Әдетте қымбат массаж жапқышты сатып алған азаматтар келесінде келесі күні-ақ бұзғысы келеді екен. Сатып алушылар тауарды қайтармақ болып сатушыға жүгінеді, алайда сатушы тауарды кері алудан бас тартады. Бұл тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңға қайшы, себебі тұтынушының 14 күн ішінде тауарды қайтаруға құқығы бар. Сатушы бас тартқан соң азаматтар бізге жүгінеді. Біз оларға сатушының атына жолданатын сотқа дейінгі талап арызды рәсімдеуге көмектесеміз. Алайда көрсетілген мекенжайлар көбінесе іс жүзінде болмай шығады. Ал ақшасын қайтару мақсатында департаментке жүгінген 18 адамның 8-і ғана оң нәтижеге қол жеткізген. Әсем Нұрғали азаматтарға мұндай күмәнді схемаларға алданбай, барынша мұқият болуға кеңес береді. Сондай-ақ қомақты сомаға сауда жасамас бұрын нарықты зерттеп, ойланып, әрекет ету қажет екенін ескертеді. Себебі массаждық жапқыштардың орташа бағасы шамамен 30 мың теңге, ал 1 миллион теңге деген мүлдем ақылға қонбайды. Алексей Краснов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.